Сәлем достар, бүгін біз турники дайындайтын боламыз. Менде жарты келі домашний творог, үстіне 1 жұмыртқа, 3 ас қасықпен қант және 3 ас қасық манни кашамызды салып, барлығыны осы видеодағыдай етіп, вилкамызбен жақсылап араластырып, бір қалыпқа келтіріп алатын боламыз. Міне барлығыны осылай бір қалыпқа келтіріп болған соң, мен барлығыны осы блендерменен тағы да араластырып алдым. Міне осы көріп тұрғандарыңыздай етіп жасап алдым. Осындай болу қажет. Творогтарыңыз барлығы осылай езіліп, майдалану қажет. Енді кішкене ғана осылай ұн сеуіп, ұнның үстіне барлығыны осылай дөңгелек етіп алатын боламыз. Осылай қойып аламыз. Міне менде жарты келі творогтан 13 штук сырники шықты. Енді осылай ұнның үстінде осындай дөңгелек ыдыспен, бокал немесе кесе осындай затпенен дөңгелетіп алатын боламыз. Екі жағына бірдей етіп, кезек-кезек ауыстырып, осылай дөңгелетеміз. Кішкене қисықтау жерлеріне осылай пышақпенен дұрыстап тегістеп алатын боламыз. Осылай ұнның үстінде дөңгелеткен дұрыс, немесе егер олай болмай ұнның үстіне жасамасаңыздар, сіздердің творогтарыңыз жабысып қалуы мүмкін. Міне мен сковородкаға кішкене ғана май құйып, сол майда қуырып алатын боламын. Осы майда сырникилеріміздің екі бетіне де бірдей етіп, осылай қызартып, кезек-кезек ауыстырып, қуырып алатын боламыз. Міне, мен барлығын осылай қуырып алдым. Енді қуырып болған соң осылай өздеріңіздің қалауларыңызға қарай молоко, немесе варенье, шоколад, нутелла деген сияқты осылай тәтті заттарменен осылай бетіне әрлеп, осылай жесеңіздер күшті, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.